Бір күн, бір сәт, бір диплом. Алайда осы бір құжаттың артында 4 жылдық еңбек, мыңдаған дәріс, жүздеген емтихан мен сансыз ұйқысыз түн жатыр. Бүгін тек диплом алу күні емес, бұл талай арманның ақиқатқа айналған сәті. Махамбет университетінде тағы бір буын үлкен өмірге қанат қақты. Студенттік шақтың қызығы мен қиындығы артта қалып, олардың алдында жаңа белестер мен үлкен жауапкершілікке толы өмір жолы ашылуда. Әрқайсысының арманы әртүрлі болғанмен мақсаттары ортақ, ел дамуына үлес қосу. Бірі білім мен ғылым жолын жалғастырса, енді бірі алғашқы еңбек жолын бастайды. Бірақ олардың барлығын біріктіретін құндылық Махамбет университетінде алған сапалы білім мен өмірлік тәжірибе. Бүгінде университет еңбек нарығының сұранысына сай маман даярлауға басымдық береді. Соның нәтижесінде түлектердің басым бөлігі оқуын аяқтаған алғашқы жылдың өзінде тұрақты жұмысқа орналасады. Бұл білім сапасының және университет ұжымының жүйелі жұмысының нақты көрсеткіші. Бүгінгі күнде университетімізде 181 магистратура ғылыми дәрежесі бойынша түлектерімізге диплом табыстайды және 1523 бакалавр дәрежесі бойынша түлектерімізге диплом табыстағалы отыр. Бұл әрине әрбір түлектеріміз үшін үлкен өмір айдынына бастайтын қадам, елге қызмет ететін, білімін барлығын ел игілігі жолында жұмыс жасайтын маңызды қадамдардың бірі деп есептейміз. Бүгінгі таңда университетімізде осы түлектеріміз 80%-дан астамы ең алғашқы жұмыс орындарын бастағалы отыр. Бүгінгі қуаныш тек түлектердің ғана емес, олардың жетістігіне бірге қуанып отырған ата-аналар мен ұстаздардың да мерекесі. Себебі әр дипломның артында сенім, қолдау және үлкен еңбек жатыр. Бүгін бұл жастар өздерінің жаңа өмір жолына алғашқы қадам жасап отыр. Ертең олар мектептерде шәкірт тәрбиелейді, сот жүйесінде қызмет етеді, өндіріс пен кәсіпкерлікті дамытады, ғылыми жаңалықтарға жол ашады. Қоғамның әр саласында ел болашағына қызмет ететін болады. Осы оқу жылы барысында бұл жоғары оқу орны маған көптеген мүмкіндіктер есігін аша білді. Атап айтқанда, біздер академиялық ұтқырлық, яғни мобильность бөлімін ұтымды пайдалана білдік. Осы бөлім барысында көптеген біздің студенттеріміз шетелге асып, немесе Қазақстанның керемет деген үздік оқу орындарына уақытша ауысыммен оқып келді. Және де мен осы жоғары оқу орнында таңдағаныма еш өкінбеймін, өйткені бұл жоғары оқу орын менің өмірімде үлкен рөл атқарды десем де артық айтпас едім. Бүгін олардың қолында диплом. Ертең сол қолдар елдің болашағын қалыптастыратын болады. Өйткені нағыз жетістік диплом алған сәттен емес, сол білімді өмірде дәлелдей бастаған күннен басталады.